сәлеметсіз бе? Осы дворда тұрасыз ба? Осы аула? Аха. Мына есік алдарыңызды жасапты. Бұрын қандай еді? Бұл не мен бүгін байқап тұрмын. Мына жерде кәдімгідей ауқымды жұмыс жасалыпты. Бұрын енді ауламыз шынында да өте нашар болды. Балшық. Балдарымна ойнайтын жерім мына жерде болды. Кішкентай ғана оның өзі асты дұрыс төселмеген, гравий ғана жайылған болатын. Соның енді қазір жасап жатыр, жақсы сияқты. Енді біткеннен кейін көрерміз. Ал енді бұл біткенде қандай болады деп айтты. Сіздерге айтты ма? Мен өзім интересоваться еткен жоқ. Мынау әлі бітпеген жұмыс қой деймін. Жоқ, әлі бітпеген жоқ. Бетіне әлі бір жайда жұмыс асфальт жасайтын шығар. Асфальт жасайтын шығар, иә. Иә, балаларға ойын ойнайтын жерлерін жасайды. Жасайды деді ма? Жасайды деп жатыр. Оның кейін жерге кір жаятын, кілем қағатын, соларды жасаймыз деп жатыр. Қанша жылдан бері осы аулаларыңызға осындай жөндеу жұмыстары жасалмады? Мен өзі осы аулада, осы үйде тұрғалы 5 жыл болды. Мен көшіп келген жылы жерге солай балдар ойнайтын алаң салған. Оның өзі сапасыз болды ма? Сапасыз да болды. Ана тұрған жері астында төсеу ештеңе болған жоқ, тек қана гравий жайылған болды. Солай болған. Қазір білмеймін, енді біткен соң көреміз. Қуанып жатырсыздар ма? Әрине. Жалпы халық өзі балдарға болсын, халыққа да жақсы болған жақсы ғой. Тегіс таза, мына жарық шамдар жанып тұрса есік алдында. Бала көп сияқты аулаларыңызда. Жетеді, бала жетеді, шүкір. Аты жөніңізді айтып кетіңіз. Атым Қорлы, фамилиям Турбаев. Осы Аягөз тұрғыныз. Аягөз тұрғын. Көп рахмет аға. Сәлеметсіздер. Қалай есік аулаларыңыз жөнделіп жатқаны қуаныштысыздар ма? Бұрын қандай еді? Атың кім? Рауан. Рауан, бұрын қандай еді есік алдың? Жаңа жерде площадка тұрған. Площадка тұрды ма? Иә. Бұл площадка қандай еді? Өздеріңе ыңғайлы, жақсы ма еді? Сапасы қандай еді? Иә. Сосын басқа жерлер ше? Басқа жерлер, ана жерде газ горелка болды. Газ горелка? Иә. Ол не? Газ болды, үш газ. Сосын? Сосын? Мына жерде күзде, көктемде баспақ болатын бері? Иә, бәрі баспақ болатын. Аяқтарын баспақ болып ойнай алмайтын дедіңдер? Иә. Иә, енді қазір қандай болады дейді? Мамаларың айтып жатыр ма? Иә. Аналарың не дейді? Площадка болады. Балаларға арналған ойнайтын алаң болады дей ма? Иә. Күтіп жүрсіздер ме? Иә. Сіз алдыларың күшті болып отыр екен ғой. Қуанып жатсың ба? Атың кім? Қайнар. Қайнар, айта ғой. Жақсы қалды ма? Көз қалды? Мен терлеп кеттім, анау давно маған строить етеді. Уже мен терлеп кеттім. Неге терлеп кеттің? Тосуға. Тосуға терлеп кеттің бе? Сен күтіп жүрсің ғой осы жерде жасалғанын, е? Мен білмеймін қашан жасайды. Жасайды. Сен айтсашы енді ағаларға, үлкен ағаларға. Біздің ескі алаңымызды тез жасап беріңіздер. Біз күтіп жүрміз деп. Мен айттым ғой, мына жерде. Кімге айттың? Анау ағай. Не деп айттың? Біз терлеп кеттік. Ана терлеп кеттік ойдауға. Ана жерде көлеңке жоқ дейсің ғой. Сол үшін терлеп кеттіңдер ғой, дұрыс па? Иә, басқа көлеңкеде ойнады. Ана жерде балаларға арналған алаң болса, көлеңке болса дейсің ғой, е? Күннің астында ойнап терлеп кеттік дейсің ғой. Түсінікті.
қазіргі енді мына әкімшіліктер қолға алып жатқан сияқты мынаның бәрін иә. Жақсы мына жұмыстарын, бірақ кішкене жылдам жүргізсе дұрыс болар еді. Бұлай жақсы еді, рахмет. Аты жөніңіз? Менің аты жөнім Байқоңыр. Осы үйде тұрасыз? Осы үйде тұрамын. Қанша жыл болып тұрып жатқаныңыз? Ау. Қанша жыл болып тұрып жатқаныңызға? Мен бұл жерде 1-2 жыл болып тұрған. Қандай болады дайын болғанда? Дайын болғанда күшті болады, асфальт болады. Асфальт бола ма? Орын бәрі таза болады. Бар жерге мусорный ана жәшіктер қойылады. Жаңадан қойыла ма? Контейнерлер? Орындықтар ауыса ма бізде? Мына орындықтардың бәрі ауысады? Проекті да болса, бәрі ауысады. Мына орындықтар, иә? Ауысады. Проекттен не залог, соның бәрін жасау. Ал балалар ойнайтын алаң қандай болады? Үстіне бетон жайлады, оның үстіне резиновый не жайлады, кровля жайлады. Оның үстіне және ұстаның үстіне балалар ойнайтын заттар болады. Ал мына жерде және сушылық болады. Үйдің ішіндегі заттарын алып шығып әлеп, сол жерге қағып, оның асты бәрі асфальт болады. Сосын жаңағы электр қуаттар өткізіледі? Электр қуаттар өткізіледі, жарық шамдарымен құрылды. Олар қосылады. Жарық болады, әдемі болады, бәрі асфальт болады. Машиналар тұратын орын болады. Бөлек дейсіз ғой? Иә. Мына жерде асфальт болады дегенмен. Бұның бәрін әкімшілік істеп жатыр ғой? Әкімшілік істеп жатыр, иә, Айгүл қаласында. Жақсы? Жақсы дейік, жаңа Қазақстан деп отырмыз. Дұрыс. Қолдарыңызға деп бересін. Дайын болғанда шақырыңыздар. Келіңіздер. Көп рахмет. Аты жөніңізді айтасыз ба? Қуандық Байтілеу. Осы жердің жөндеу жұмыстарын жасап жүрген жұмыскерсіз, бригадирсіз ба? Көп рахмет.